мен ойлаймын да, мысалы біз жарайды байлықты емес, байлықты қумаймыз ғой біз еңбек етуді қууымыз керек та. То есть мысалы мен қазір байлық деп қоятын болсам, онда мен выгорание боламын. Мен еңбек етуді қуым керек. Себебі еңбексіз жатқан адам, ол Абай атамыз айтқан сияқты, жұмысы жоқтық, қарны тоқтық, аздырар адам баласын дейді. Сол кезде мысалы кейбір әйелдер айтады ғой, күйеуім осындай ол болады деді. Бір әйелдер айтады, зачем күйеуді қинап, оны байлық үшін бе, ол аман болса болды емес пе деген сияқты. Мен айтамын, любой еркек егер жұмыс істемейтін болса, ол әрекетте болмаса, ол еркек азады. Мысалы неге балалар ойынға кіріп кетіп жатыр, неге біреулер араққа салынып кетіп жатыр, неге бос тірліктерге әуес болып жатыр? Себебі өмірлік мақсаттар жоқ. Иә? Оларға тірлік десең, сен ақшадан өлдің ба, не тіпті өлдің ба, тоқтамайсың ба, демалмайсың ба? Мен айтамын, менің тірлігім ол пайдалы болу. Алдыма адам ақысын төлеп, маған көмектес деп тұрса, мен неге одан тоқтауым керек? Ол значит мен пайдамның басындағы дұғаңыз осы болған жоқ па? Иә, мен өзім кезінде мысалы көп балалы анам ғой, альхамдулилля 6 балам бар, иә. Ол кезде мен 5 балам бар, 6-шысына аяғым ауыр. Сол кезде бір іштей бір бостық дейді ғой. Бір көңілім толмаушылық өмірге басталды ше. Я вроде балам бар, мен бақыттымын ғой, мен бақытсызбын деп айтуға қорықтым. Бірақ бір Аллахым маған 2 дүниеме пайдалы болатын істі нәсіп етші деп дұғаны тілей бердім ше. Сол дұғаны Алла тағала аузыма салды былайша айтқан кезде. 5 уақыт намаз ба, 5 уақыт намаз тілей беремін. Бірақ конкретно білмеймін не екенін. Содан енді айтады ғой, дұға ғана емес, ол әрекетте болу керек қой. Содан қолымнан не келеді, соның бәрін жасай бастадым. 2 дүниеме пайдалы. Давай торт пісіріп көрейінші. Енді біреулер мысалы торт пісіріп үлгермейді, қонақ керек, торт пісіріп, түні бойы торт істеймін. Шынымды айтсам, содан тауып атқан пайдам да шамалшы. Тоқтайын алдырам, бүкіл жаңағыдай әдемілеп тұрып, бүкіл грецкий орех па, Қазақстан шоколад па, бәрін үйіп декорацияға құйып жіберемін. Оны санамаймын да ше. Сөйтіп жүріп торттан да шаршадым. Одан кейін не істеймін? Сауда жасап көрейін. Үйде бос отырғанша бірдеме істейін. Өйткені үйде бос отырған адамнан зиян адам жоқ қой айналасында ше. Бала шағаңның қанын іше бастайсың, күйеуіңнің қанын іше бастайсың. Мен анда апармадың, бүйтпедің, былай қарамадың, былай сөйлемедің деген нәрселер басталады ғой. Содан жаңағы сауда жасап көремін. Оны елдер қарыз қалады, оның да туталақайын шығарады, салған ақшаң. Сөйтіп жүріп, жаңағы сетевойда көресің енді, үйде отырған 2-ның бірінің әйелдің істейтіні сол ғой. Сөйтіп жүрген кезде жаңағы психологияны оқыдым деп маған бір құрбым не істейді. Және де ол кезде ол қызбен танысқан кезде ол қыз әлі психологияны оқымағаншы. Енді Алланың қалауымен бір больницаға барам, бір жағдайлармен мен түнде кіремін больницадан, таңертең шығамын ше. Бір сондай бір случай болып қалды. Сонда мен түнде сол келіншекпен танысам. Келіншекпен танысып, таңертең больницадан шығып кетем. Кейін екеуміз араласып кетіп, кейін сол келіншек маған психологияны ұсынады ғой. Міне мен оқыдым, еще психология в исламе деп айтады. Мен оқыдым. Сен Инстаграм жүргізе аласың ғой. Сен өте пысықсың ғой. Мен саған пайдалы болғым келіп тұр. Алла тағала енді соның жүрегіне салған ғой ұсынуды. Так мен айттым, құрбыларым көп дейді. Өте көп құрбыларым бар. Бірақ неге екенін білмеймін, саған көңілім бұрып тұр. Сөйтіп ол маған бір істерді тапсыра бастайды. Яғни дұғаңыздың қабыл болған деп ойлап отырсыз ғой, не? Иә. Содан жаңағы ол кезде мен босанып алам уже, баламды емізіп жатып, таң атқанша сол істеген мүмкіндік қой енді былайша айтқанда. Мүмкіндікті жібермеуге тырысам ғой. Аллахым маған мен дұғамның қабыл бол. Ол кезде, если честно, мен дұғам қабыл бол деп тіпті ойламаппын да. Әйтеуір мүмкіндік келіп жатыр ғой, мен соны пайдаланамын деп. Кейін жаңағы әйелдердің алғысын естіген кезде, олардың өміріміз өзгерді, бүйтіп сөйтіп жатқан кезде барып мен есіме түсіремін ғой. Бір кездері жалынып сұраған осы дұғам емес пе деп, кейде бір выгорание болып қалатын кез бар да. Ой, қойшы осы психологияны тастайыншы осы. Басқа бірдемен айналысайыншы деген кезде өзім айтамын ғой, сен осыны жалынып, жылап жүріп алған дұғаң ғой осыны. Сенен неменеге өзінше болып қалдың деген сияқты. Сосын мен есіме бір нәрсе түсіп кетті. Бір кездер бір жағдай болды. Осы психологияға келген кезде енді көп адам психологияны түсінбейді ғой. Әсіресе ер адамдар, мысалы. Соны мен бір жолдасымның бір құнсыздандырған кезі болды. Бір ауыр сөз айтты маған, типа, "Оны психологияға кімге керек? Сенің мына істеп жатқан ісің кімге керек?" деген сияқты ше. Біртүрлі адамдар келеді деген сияқты ма алдыңыз ба? Жоқ, енді қалай айтсам екен. Енді бұл істеп жатқан тірлігің кімге керек деген сияқты ше. Бұл енді бұл сенің істеп жатқан тірлігің бір албаса деген сияқты бір сондай мағынада. Мен жаман тиді кеудеме ше. Содан мен жаңағы зәбір көрушінің дұғасы қабыл болады дейді ғой. Иә. Бір зәбірленіп қалдым ана жерде ше. Жаман настроением түсті. Ол жәбір дегенде енді қатты кетіпсіз енді ол жерде енді. Жәбір көруші. Иә, енді сенің істеп жатқан тірлігіңді ең жақын адам құнсыздандырған деген ол өте ауыр тиеді адамға. Енді бұл мен үшін мысалы өмірдің мәні да.
адамдарға көмектесу, әйелдерге қандай мүмкіндік болса да бір шығып бір нәрсені жеткізіп қалу. И соның түбін айналып келіп бір сөзбен солай айта салған кезде маған жаман тиді. Енді мен оны бір қолдайды деп жүрген адам ғой. Содан бүйтіп дұға айтамын ғой Алла тағала, Аллахым, осы іс маған қайырлы болса, маған белгі берші деймін де, ұйықтап қаламын. Сөйтсем таңертең бір келіншек жазып жатыр. Санира ханым, мен Шымкенттен келіп едім, арнайы сізбен бүгін кездесіп кеткім келіп тұр деп ше. Жарайды, как раз жаңбыр жауып тұрған күн, әлі есімде. Барамыз екеуміз бір жерде кезігеміз. Сөйтсем ол келіншек айтады, мен сізді түсімде көрдім ғой, білесіз бе дейді да. Түсімде мен көп талпаның ортасында келе жатырмын. Сіз соның ішінен менің арқамнан итеріп мені тауға шығарып баратсыз дейді. Тауға шыққан сайын мен тынысым кеңіп барады дейді да. Мен ана жерде денемнен тоқырып, қазір де даже айтқан кезде мен жылағым келеді ше. Аллахым, сен менің дұғамды қабыл еттің ғой. Бұл осы ғой міне белгі деген, жауап деген осы ғой. Деп ана жерде анау консультация біткенше не істеп отырмын ғой, шығып алып келме звондаймын ғой. Көрдің бе, сен маған сөйтіп айттың ғой, осылай болды ғой. Ана Шымкенттен келді, Алла тағала сол кісінің түсіне енгізіп қойды мені. Яғни мен керекпін бұл әлемге, мен пайдамды тигізіп жатырмын деп. Содан кейін мен жаңағы ешкімнің сөзін тыңдамайтын болдым. Психология далбаса деймін, тыңдамаймын. Мен пайдалымын ба? Қандай ісіммен болсын, қандай әрекетіммен, қандай сөзіммен болсын, мен бір адамға болсын пайдам тисе, мысалы әсіресе әйел қауымы, ол тек қана бір әйелге көмектеспеймін ғой. Мен бір әйелге көмектестім деген сөз, мен оның бала шағасына да пайдам тиіп жатыр деген сөз. Оның отағасының да өзгеруіне пайдам тиіп жатыр деген сөз, иншалла Алланың қалауымен. Яғни мен инструментпін. Менің бір қайтыс болып кеткен, осы психологияны үйреткен ұстазым бар, орыс кісі, ол кісі Русакова деген. Сол кісі бізге айтатыншы, ол кісілер енді исламнан түсіндірмесе де, бірақ былай деп айтатын. Вы несете свет деп айтатын. Сендер жарық таратушыларсыңдар. Адамның ішінде ақ пен қара күресіп жатады. Сендер сол қараны азайтып, ақты көбейтушілерсіңдер деп айтатын ғой. Соны маған бір рет бір жекеме шығып айтқаны бар. Әлі күнге дейін сақтап қойғым сол кісінің несінші. Сол айтады да, Санира, ты инструмент в руках Творца дейді да. Неси свет дейді. Сен меншіктеме дейді ол инструментті. Сен өзімдікі деп тәлпіштеніп кетпе деп айтты да.